Әлемдік геосаясатта өте үлкен өзгерістер болып жатыр. Солардың біреуі Путиннің Орта Шығысқа және Африкаға қадап қойған иті Башар Асадтың үкіметі тас-талқан болудың алдында. Бұл анығында біз үшін де өте маңызды жаңалық. Көп жұрт ойлайды, айдаладағы Африкадағы Сирияда біздің неміз бар деп. Бұлай қарап отырсаң, айдаладағы Сирияда шынында біздің еш қатысымыз жоқ сияқты. Бірақ бұл жерде бір нәрсе тұр. Қара ниеті қабынған, күллі адамзаттың жауы болған орыс фашизмі, орыс империализмі Сирияда дәл қазір тас-талқан болып жеңілуде. Путиннің әскерлері масқара болып, Сирияда өздерінің әскери техникаларын, танктерін, тіпті ең сұмдығы әскери ұшақтарын, тікұшақтарын тастап қашуда. Әлеуметтік желіде жұрттың бәріне күлкі болған бір видео тарады. Әлгі видеоны көрсеңіз, адамның ақылы жетпейтіндей масқара сұмдық. Сирияның көтерілісшілері орыстың әскери тікұшақтарын қолды қылған. Анығында қашқан орыстың әскері менен Башар Асадтың әскері, яғни Сирияның қанішер диктатор билеушісі Башар Асад және орыстың командирлері қашқан кезде әскери техникалардың ішінде тікұшақтар менен аса қымбат әскери тікұшақтар және бомбалау ұшақтарды тастаған. Енді жаңа көтерілісшілер бар болғаны жеңіл қарулармен қаруланған көтерілісшілер әлгі ұшақтарды қалай айдағанды білмейді. Тіпті YouTube'тегі тікұшақты айдау туралы YouTube'тегі бір қолданба видеоға қарап, әлгі тікұшақтың ана кнопкасын басып, мына кнопкасын басып жатқандығы туралы видеолар бар. Және Сириядағы дәл қазір елді мекендер бірден кейін бірі көтерілісшілердің қолына өтуде. Түркияның әскері де қазір Түркия мен Сирия шекарасындағы бір қаладан ресми түрде Сирияға кіргендігін әлеуметтік желіде тараған видеолар көрсетіп отыр. Ал бұның барлығы нені білдіреді? Орыстар Сириядан жеңілді, айырылды. Башар Асад шетелге қашты дейді. Ал Сирияның бұғанға дейінгі аса танымал жаңағы сыртқы істер министрлігінде шетелге ұшып бара жатқан ұшақтың ішінде ұйықтап отырған фотосы жарияланды. Яғни қарапайым ұшақпенен ұшып кеткендігі көрініп отыр. Енді Сирия туралы ақпараттар сағат санап жаңалануда. Енді бұл арада ең маңызды бір нәрсе, Трамп біз Сирияның ісіне араласпаймыз деді. Осыдан ақ бір нәрсені байқауға болады. Сирия мәселесі дәл қазір алған кезде шын ішінде, шын мәнінде нүктесі қойылып қойған мәселе сияқты. Бұл бір. Екіншіден бір маңызды мәселе тұр. Өте маңызды мәселе тұр. Ол Украинаның Сирияға қатысы. Әсіресе Украинаның барлау қызметінің бастығының Сирия туралы қандай да бір қарекеті барлығын қазір бейресми дерек көздері жасап жатыр. Тіпті олар енді алдағы уақытта, әсіресе мына Украинаның өте маңызды ұлттық барлау қызметінің бастығының солтүстік Корей туралы соңғы кезде бір-екі мәлімдемені таратып қалуда. Енді Украина тіпті солтүстік Корейге де килігуі мүмкін дегенді білдіреді. Украина неге Сириядағы көтерілісшілерге көмектескен болуы мүмкін деген сыбыс тарайды? Себебі Сириядағы орыстың әскери базасына орыстар әскери көмегін беретін болса, онда Украинаға салмақ азаяды. Ал Украинаға салмақ азая түсетін болса, Украина Курскіні ұстап тұра алады. Ал орыс Сирияны сақтай ма? Жоқ, Украинамен соғысты күшейте түсе ме? Екі жерде соғыса ма? Жоқ, бір жерде соғыса ма? Орыс үшін алған кезде қазір өте қиын таңдау болғалы тұр. Бұл әлемдік геосаясаттағы бір тың өзгеріс деп қуанышпенен айтуға болатын нәрсе. Бұл біріншісі. Енді екіншісі. Қазір бүкіл дүние жүзі мынау Трамптың қаңтарда Ақ үйге кіретінін күтпей жатып Американың антиқытайлық, яғни Қытайға қарсы геосаясатына әлден сәйкесе бастады. Соның біреуі қазір бүкіл дүние жүзінде қазір
Трампқа қарай бейімделу басталды. Мысалы Мексика, Канада, тіпті Еурода. Трамп кеше Парижде болған кезде Францияның президентімен кездесті. Ал одан кейін Зеленскиймен кездесті. Зеленский Трамппен қол алысып, енді қауқылдасып амандаса бастағанда ортаға келігіп Франция президент Макрон келіп, Зеленскийдің арқасынан қағып, артынан Трамп екеуінің ортасында тұрып фотоға түсе қалғаннан, Трамптың қабағы салбыраңқы тұрғаннан да, оның мынау әсіре